Қайырлы күн, әдіскерлер мен комиссия мүшелері. Бүгінгі менің қорғағалы отырған педагогика пәнінен курстық жұмысымның тақырыбы жаңартылған білім жағдайында бастауыш сыныпта тұлғаны зерттеушілікке баулу жолдары деп аталады. Зерттеу жұмысымның өзектілігі қазіргі кезеңде республиканың білім беру жүйесінің ең басты мәселесі қазақ мектебі түлегінің білім сапасының деңгейін халықаралық дәрежеге жуықтату. Ол үшін мектепке заман талабына сай мемлекеттік білім стандартын енгізу, соған сәйкес кәсіби шеберлігі дамыған кадрлармен қамтамасыз ету, өркениетті ғылыми әдістемелік бағытқа ынталандыру, жаңа базистік оқу жоспары мен жаңа буын оқулықтарына көшу, орта білімді ынталандыру, тағы сол сияқты білім саласында жүйелі жұмыстар атқару еліміздегі ең маңызды әрі кезек күттірмейтін ауқымды істер болып отыр. Зерттеу нысаны бастауыш сынып оқушысының зерттеушілік қабілеті, зерттеу пәні тұлғаны зерттеушілікке баулу үрдісі. Зерттеу жұмысының мақсаты оқу-тәрбие процесінде бастауыш мектеп жасындағы балалардың жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, зерттеушілік әрекетін қалыптастырудың әдістемесін теориялық тұрғыда зерттеп тәжірибеде қолдану болып табылады. Зерттеу міндеттері білім берудің жаңартылған мазмұнының модулінде оқыту білім сапасын жетілдірудің нәтижелік факторы ретінде талдау. Бастауыш сыныпта тұлғаның зерттеушілік ғылыми әрекеттерін саралау. Бастауыш сыныпта тұлғаны зерттеушілік әрекетін қалыптастыру бойынша тәжірибелік жұмыс жүргізіп қорытынды жасау. Егер бастауыш сыныпта зерттеу дағдыларын дамытуға арналған арнайы жаттығулар мен тапсырмалар пайдаланылса, оқушылар өтілетін сабақтардың тақырыбына сәйкес зерттеу қызметіне тартылса, бастауыш сынып оқушыларының зерттеу дағдыларын дамыту процесі тиімді болады деген зерттеу жұмысының ғылыми болжамы болып табылады. Зерттеу әдістеріне зерттеу проблемасы бойынша психологиялық, педагогикалық еңбектерге талдау жасау, ғылыми әдістемелік, педагогикалық бақылау, салыстырмалы аналитикалық, жүйелеу әдістері жатады. Жалпы менің курстық жұмысым 3 негізгі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде мен жаңартылған білім мазмұны, білім сапасын арттырудың негізгі шартын қарастырдым. Екінші бөлімде жаңа технология мен бастауыш сынып оқушыларын зерттеушілікке баулу жолдарын зерттедім. Үшінші бөлімде тәжірибе кезінде бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік әрекетін қалыптастыру бойынша тәжірибелік жұмыстарының нәтижелерін дайындаған болатынмын. Жаңартылған білім берудің мәні баланың функционалды сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін өмірінде қажетіне асыра білуі керек. Сол үшін де бұл бағдарламаның негізі өмірмен байланыс ұғымына құрылған. Бұл жерде әрине ұстаздарға үлкен жауапкершілік міндеттеледі. Осылайша балаларды зерттеушілік іс-әрекетке тарту, олардың шығармашылық қабілеттерін, танымдық үдерістердің барлық кезеңдеріндегі зерттеу мақсаты мен міндеттерін белгілеуден бастап, білімін практикада қолдануға дейінгі өз бетімділігін дамытуға ықпал етеді. Ал зерттеушілік іс-әрекет барысында бақылауға, ақпарат іздеуге қызығушылық білдірген балалар орта буын оқуына тез бейімделетін болады. Биік танымдық қабілет, тұрмыс-тіршіліктің сырын ұғуға талпыныс баланың ерте жасынан туындайды екен. Сондықтан оқушыны ізденушілікке баулу бастауыш сыныптан басталуы тиіс. Өйткені бастауыш сынып оқушысының түрлі сөздіктер мен қызықты әдебиеттерді іздеп табуға, оқып танысуға деген құштарлықтарын әрқайсымыз білеміз. Ендеше, мектепте оқушыны ізденушілікке баулай отырып, ғылым мен техниканың жетістігіне сәйкес армандарына жетуге, өз жолдарын дәл табуға, ғылымға жетелеу арқылы өздерінің қабілеттерін ашуларына көмектесуіміз қажет. Осы тұрғыда бастауыш мектепте зерттеушілік іс-әрекет ұйымдастыру қалай жүретініне талдау жасар болсақ, бірінші сыныпта сабақ тақырыбына кіріспе ретінде проблема қойылып, жаттығуды бірлесе не өз бетінше орындау жоспарланады. Ал екінші сыныпта балалар шағын топта бақылау жүргізеді. Үшінші және төртінші сыныптарда зерттеу жұмысын жеке орындайтын болады. Тәжірибелік кезеңді біз қашықтықтан өткен болатынбыз. Осы қашықтықтан өту барысында мен төртінші сыныптарға арнап жас зерттеуші үйірмесін құрастырған болатынмын. Үйірменің мақсаты оқушы тұлғасының өзін-өзі дамыту процесіндегі интеллектуалдық шығармашылық зерттеушілік қабілеттерін жетілдіру. Міндеттері оқушының танымдық қабілеттерін дамыту, төменгі сынып оқушыларын өз бетінше зерттеу жобалау жүргізуіне қажетті арнайы біліммен қамтамасыз ету. Оқушыларды зерттеуге ізденіс және шығармашылық жобалау білігі мен дағдыларын дамыту және қалыптастыру көзделеді. Осылардан күтілетін нәтиже баланың жаңартылған білімін шығармашылықпен игеру қабілеті, алынған материалды өңдеу және зерттеушілік әдебінің дағдыларын дамыту. Оқушылар өз бетінше әрекет етуді үйренеді. Проблеманы өз бетінше шешу қалыптасады. Ақпаратты талдау, талқылау, жүйелеу, топтау және жинақтауды үйренеді. Сонымен қоса өзіндік пікірін ұсынуды жетік меңгереді. Келесі бізде үйірме эмблемасы, жас зерттеуші үйірмесі. Келесі үйірме жұмысымның қысқаша мазмұны. Мұнда 4 бөлік, 4 тоқсанға бөліп қарастыратын болсақ, бірінші қыркүйектен басталса кіріспе сабақтар. Кіріспе сабақтарды ұйымдастыру бастауыш сынып оқушыларына зерттеушілік әрекеті мен осы процестегі ойлау тәсілдерін түсінуіне мүмкіндік береді.
Екінші бөлім жаттығу сабақтары. Жаттығу сабақтары бастауыш сынып оқушысының зерттеушілік қабілеттерін дамытуға арналған. Яғни проблеманы көру және анықтау, сұрақ қоя білу, болжамын ұсыну, ұғымға анықтама беру, классификация, ойды графикалық бейнеде жеткізе білу және де тағы да басқа өз дағдыларын дамытуға деген әрекеттер жасайды. Келесі үшінші бөлім зерттеушілік практикасы. Бұл үйірменің негізгі мазмұны оқушының өз бетімен зерттеу жүргізуі және шығармашылық жобаларды орындауы болып табылады. Осы бөлімдегі сабақтар оқушыны зерттеушілік әрекетіндегі өз бетімен жұмыс істеу қабілетінің біртіндеп өсуіне қарай құрылады. Белгілі бір пән бойынша зерттеу түрлерін мұғалім ұсынатын болады. Төртінші бөлім жобаны презентациялау және бағалау. Мұнда жаңағы үшінші бөлімде зерттеліп қарастырылған жұмыстарын осы төртінші бөлімде қорғайды және өз жұмыстарына баға береді. Үшінші бөлімде қарастырылатын тақырыптардың біріне тоқталатын болсақ, өсімдіктер әлемі, бөлме өсімдіктер және оны күту деген тақырып. Бұл тақырыптың көздейтін мақсаты оқушыларға өсімдіктер туралы түсінік бере отырып, оларды табиғатты сүюге, оны күтіп, қамқор болуға тәрбиелеу болып отыр. Сонымен қорыта келе, қазіргі кезде жалпы білім беретін мектептерде оқытудың түрлі формаларының пайдалануы, оқытудың әдіс-тәсілдерінің жаңаруы, бәсекелестікке қабілеті мол, шығармашылық бағытта еңбектенетін, ой қабілетімен ерекшеленетін азаматты тәрбиелеуді көздейді. Осылайша зерттеу міндеттері шешіледі, мақсатқа қол жеткізіледі деп қорытынды жасауға болады. Біздің жұмысымыз осы мәселенің барлық шешімдерін жасай алмайды. Әрі қарай біз жұмыстың бағытын оқу әрекетінде бастауыш сынып оқушыларының ғылыми зерттеу дағдыларын қалыптастыру әдістерін жетілдіруде көретін боламыз. Назарларыңызға рахмет.